Чотамын, чотама. Барба, чүти. Барба бар. Чотам демекші, бүйөгүңүзбен егілген помидорлардың нәтижесін бөлісіп қояйық сіздермен. Чотам. Бір көріп шығыңыздар, бағасын беріңіздер. Пернебек ағамыздан бүйөгүңүз алғам. Мына 3 сүйекке бізде бүйөгүңүз қолданылды. Ал мына жаққа бүйөгүңүз қолданылмады. Міне. Эксперимент жасап көргем өзімше. Қалай болады екен деп. Мына жермен мына жүйектердің разницасын өздеріңіз көріп, бағасын айтарсыздар. Мінекей. Өзімде шок болып отырмын мынаны көріп. Мән бермей жүргем біраз күннен бері. Балдар қарап жүрген ғой поляға. Жаңа бүйтіп қаттырақ мән беріп қарасам, мына 3 сүйегіміз тамаша өскенде, мына жағымыз әйтеуір өлермендікпен тұр. Жауынның күшімен. Мінекей. Енді барып бүйегіміз бұларға да алып келу керек. Ассаламуалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Видео шығармауға біраз болды. Мынау көріп отырсыздар, диқан бауырларымыз өздерінің жасаған тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Қызанаққа берген, помидорға берген бүйөгүмістің нәтижесімен бөлісіп жатыр. Бүйөгүміс дегеніміз осындай малдың тезегін шылаушынға беру арқылы, осылай мына қап-қара бүйөгүмісті өндіру, яғни шылаушынға жегізу арқылы ше. Ол шылаушын местный шылаушын емес, калифорниялық шылаушындар. Сол шылаушынды бағу арқылы біз 4 түлік малдың тезегін жегізіп, осы табиғи органикалық тыңайтқышқа қол жеткіземіз. Мына бүйөгүміс ситадан өтпеген, електен өтпеген. Сол себепті електен өткіземіз, дайындап бере береміз. Енді осы көңді шикізатты жегізу арқылы өздеріңізге органикалық табиғи тыңайтқыш өндіруге болады. Үйдегі ағаш талдарыңызға, жүзімдеріңізге берсеңіздер болады. Ал кейбіреулерді бағуға мүмкіндіктері жоқ. Сол себепті ол кісілер дайын бүйөгүміс алса болады. Бізде дайын бүйөгүміс бар. Қоюы да, мынандай сүйығы да бар. Сүйығы 1 литрі 1000 теңге тұрады. 1 литрін 100 литрге араластырамыз да өсімдіктің барлық түріне бере береміз. Ал мыналар бізде калифорниялық қызыл шылаушындар. Бұларды бағу арқылы осылай табиғи тыңайтқыш өндіруге болады. Баршаңызға рахмет. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңызды аямаңыздар.